Баршаңызға сәлем. Бүгін біз дымқыл, нәзік, әрі хош иісімен баурап алатын шоколадты пирог дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге 8 ас қасық ұнымызға, електен өткізілген ұнымыздың үстіне 6 қасық қантамызды қосып, оның үстіне 3 ас қасық какаомызды және осындай 1 грамдық ванилинімізді, 1 шай қасық разрахителімізді қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстіне сұйық заттарымызды, 2 жұмыртқамызды, сұйық майымызды және де жылы сүтімізді қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осындай бізде масса болады. Оны формамызға құйып, осылай барлығын осылай құйып, әдемілеп жайып алатын боламыз. Енді осылай формаға құйып алғаннан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Оның піскен-піспегенін осындай ағаш таяқшаларының көмегімен білуге болады. Кішкене суытқаннан кейін формамыздан алып, осылай ыдысымызға салып, бетіне шоколадный ганаш дайындаймыз. Ол үшін бізге Қазақстан шоколадымызға кішкене сүт құйып, микроволновкада ерітіп алдым. Енді барлығын осылай пирогымыздың үстіне әдемілеп жайып алатын боламыз. Осы шоколадпен де немесе үстін әдемілеп әрлесеңіз де, әрлеп ұсынсаңыздар да болады. Өте оңай әрі тез пісетін, әр тілімде балық кеткен шоколадтың дәмі сезілетін осындай пирог дайындап көріңіздер. Шаймен де, кофемен де тамаша үйлесім болады. Егер видео ұнаған болса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Рахмет.